күтімі әйелдің өмірлік инвестициясы. 20 жасынан бастап бетін күткен әйел адамдар өмір бақи бетін бақылауда ұстай алады. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады, стресстер болады, күйзелістер болады, жақынынан айырылып қалып жатады. Бірақ та бұл өмірлік табиғи заңдылық. Соған байланысты адам бетінде де мимикалық әжімдердің шығуы мүмкін. Мен базалық күтім ретінде әрқашанда Time Wise сиқырлы жиынтығын айтқым келеді. Time Wise 3D сиқырлы жиынтығы. 3D деп тұрғаны бұл жерде 3 түрлі компоненттен тұрады деген сөз. Капсулада сақталған ресвератрол және де пептидтер, әжімге қарсы, қартаюға қарсы пептидтер және де В3 витамині бар. В3 витаминін ниацинамид деп те айтады. Яғни таңертең тұрған кезде бетіңізді мына тазалаушы құралды жағып жуып тастайсыз. 1-2 минут ұстасаңыз болады. Одан кейін тоник қолдансаңыздар болады. Тоник ол гиалурон қышқылы бар тоник және де екінші бұл ылғалдандырушы крем. Ылғалдандырушы крем мынау керемет ылғалдандырушы крем. Осыны бұл ылғалдандырушы кремнен кейін SPF-ті қолданасыздар. SPF 30, ультракүлгін сәулелеріне қарсы SPF 30. Осыдан кейін қорғау қызметіне тоналка немесе CC крем жақсаңыздар болады. Немесе бұдан кейін сывороткаларыңыз болса, сыворотка жақсаңыздар болады. Ал жатарда кешке келіп бетті жуып тастайсыздар. Тағы да 2-3 минут жағып, одан кейін міндетті түрде мына түнгі шешімді жағасыздар. Түнгі шешімді қарасаңыздар, құрамында В және Е витаминдері бар. Бұл бетке жаққан кезде мына капсулалар жарылады. Инновациясы сол, новаторствосы осы. Мына бетте түнде біз ұйықтап жатқан кезде біздің ішкі организмде демалады. Сол кезде асқазанда демалады. Сол кезде жаңағы асқазандағы бөлінетін майлар, бетке сыртқа шығатын қышқылдар, соның түгел бетке май болып бөлініп шығады. Ал бұл түнгі шешім осымен күресті жасайтын және қышқылдарды сіңіріп алатын осы түнгі шешім. Түнгі шешімді міндетті түрде қолданған дұрыс. Көбі түнгі кремді қолданбаймыз деп жатады. Одан кейін ылғалдандырушы кремді жағасыздар. Жалпы аптасына кешкі уақытта пилингтерді кешкі уақытта жасаған дұрыс. Масканы кешкі уақытта жасаған абзал. Әрқашан әдемі болыңыздар, қартаймаңыздар. Тапсырыс берсеңіздер, осы видеоның астына номерлеріңізді қалдырып жекеге шықсаңыздар болады.